Жаңа жер. Бірінші бөлімнің 17-ші тарауы. Тағы бір кездесу. Маған өткен өмірін зерттегісі келмейтін, бірақ осы өмірінде болып жатқан түсініксіз жайттардың мәнісін түсінгісі келетін, ең болмаса өздері үшін. Пациенттер көп келеді. Бірдеңе болғандығы туралы ой мазалап, тыныштық бермейді. 25 жылға жуық жұмыс істегенде осы секілді талай оқиға, белгісіз ұшатын нышан мен кездесу және өзге ғаламшарлықтардың ұрлап кетуімен байланысты болды. Олардың бірсыпырасын қорғаушылар кітабында да жаздым. Дегенмен, жыл сайын мұндай оқиғалардың көбеюі өзге ғаламшарлықтармен қалыпты кездесудің шегінен шығып барады. Соған қарап, мұны мүлдем басқа нәрсе болуы мүмкін деп ойлаймын. Осындай жағдайлардың біразын өзімнің тоқыраған ғалам кітаптар сериясында қарастырдым. Сол кезде мен мұны бірлі-жарым жағдай деп ойладым. Алайда бұл қазір қалыпты жағдайға айналды. Бұрынғы әдеттегідей жағдайды сирек кездестіремін. Әрине, мұндай жағдай менің барлық жұмысымда болып тұрады. Ол үнемі өсіп, дамып, кеңейіп отырады. Мен бәрін түсіндім, бәрінің жұмбағын шештім деп ойлай бастағанда, зерттеуімді белгісіз жолға бағыттайтын нәрсеге тап боламын. Сеанс кезінде Джанет белгісіз ұшатын нышанды көргендегі таңғаларлық жағдаймен 1974 жылы уақытты өткізіп алғанын зерттегісі келді. Мен оны сол уақытқа ауыстырдым. Ол кешке 23 шамасында тас жолмен келе жатқанын көрді. Екі баласы көліктің артқы жағында отырды, ал Джанет бір жерге барамын деген ойы болмаса да, көлік жүргізіп келе жатты. Ол күйеуіне қатты ашуланып, үйден кетіп қалды. Мен оны көргім келмеді, үйден кетіп қалғым келді. Ол көзіме шөп салды, ал мен оған сендім. Тас жол бос еді. Тек анда-санда ғана бір көлік өтеді. Дала қараңғы болғандықтан ештеңе көрінбеді. Кенет көзіне бір нәрсе түсті. Бірдеңе жарқырады. Мен оның не екенін білмедім. Шынымен қызық бір нәрсе. Бұрын-соңды мұндай нәрсені көрген емеспін. Содан кейін ол дірілдей бастады. Тоңып барамын. Бет-әлпетіне қарап, бір нәрседен қорқып тұрғанын байқадым. Мен одан не көргенін сұрадым. Джанет. Ол аспанға көтеріліп барады, суық, диск айналып, бізге қарай ұшып келеді. Мен көлікті мүмкіндігінше тез айдауға тырыссам да, айдай алмаймын. Ол оң жағымызда қалықтап, жерге жақындап қалды. Мен басқа жаққа бұрылып, оңтүстікке қарай бет алдым. Тек осы бағытпен жүре аламын. Ол бізге жақындап келеді. Оны эмоция билеп кетті. Сондай қорқынышты. Қазір не болатынын білмеймін. Көліктің шамы сөніп қалды. Музыка тоқтап қалды. Қозғалтқышта тоқтап қалды. Мен қозғала алмаймын. Балалар ұйықтап қалды. Олар балаларды ұйықтатып тастады. Долорес. Олар дегенің кімдер? Джанет. Кемедегі адамдар. Долорес. Оны қайдан білесің? Джанет. Мен оларды білемін. Балалар қорқып кетпесін деп ұйықтатып тастады. Тоңып барамын. Қазір не болатынын білмеймін. Жан жағымда жарық қоршап, жоғарға көтеріп барады. Долорес. Жарық қайдан шығып тұр? Джанет. Кемеден шығып тұр. Мен мұны есіме түсіруім керек. Долорес. Қазір есіңе түсіре аласың ба? Джанет. Бәрін түсіре алмаймын. Долорес. Егер олар біздің істегенімізді қаламаса, менің де ештеңе істегім келмейді. Менің ойымша олар мұны түсінеді. Солай емес пе? Джанет. Иә, мен осылай ойлап ойымды айта аламын, өйткені мен олармен көп жұмыс істедім. Олар мені таниды және маған сенеді деп ойлаймын. Ештеңеден қорықпау керегін де білемін. Джанет те үнемі ақпарат алғысы келді. Сондықтан мен оларға қолдарынан келгенін істеуге рұқсат еттім. Долорес. Неге бәрін есіңе түсіре алмайсың? Джанет. Бәрін есіме түсірсем көп болып кетеді. Долорес. Түсінемін. Біз тек Джанетке қазір түсінетін ақпаратты бергіміз келеді. Жақсы, Джанет көліктен түсті ме? Джанет. Жоқ, ол көліктен ұшып түсті. Шатыр арқылы. Долорес. Қалай шатыр арқылы? Джанет. Жарық дене арқылы. Долорес.
физикалық денеде емес пе? Джанет: жоқ, оған бәрін білетін уақыт келді. Физикалық дене машинада қалады. Жарық денесі бізбен бірге жүреді. Долорес: оны қайда апарады? Джанет: кемеге. Олардың айтуынша, бұл бірінші рет болып тұрған жоқ. Бала күнінде оны бірнеше рет физикалық денесімен бірге алып кетті. Бірақ олар бұл туралы егжей-тегжейлі айтқысы келмеді. Олар бұны соншалықты маңызды емес деді. Долорес: онда неге физикалық денесімен алып кеттің? Джанет: оны қарап, тексеру үшін алып кеттік. Мұнда жүру өте ауыр, енді оның нағыз жұмысын бастайтын кезі келді. Долорес: бала күнінде не болды? Джанет: оның ақыл-ойы мен бүкіл денесін емдеп шықты. Ол түсіну үшін, қабылдау үшін. Джанет мұның ешқайсысын есіне алмады, өйткені бұл жерде болу оған қиын болар еді. Алайда ол мұнда келуге келісті. Ол осында келгісі келді. Долорес: Джанеттің жер бетінде өмірі көп болды ма? Джанет: жоқ. Басында ол санамен жұмыс істеді. Санамен және сананы құрумен. Енгізу және... Долорес: сіз оған сананың нені білдіретінін түсіндіре аласыз ба? Джанет: енгізу сананы осы ғаламшарға алғаш кіргізу, жер тарихының барысында. Содан кейін негізгі маңызды өзгерістер болған кезеңдерде. Долорес: маңызды өзгерістер дегенде не айтқыңыз келді? Джанет: Атлантиданың баяғы жақсы күндері, Египет. Долорес: неге сол кезеңдерде ол осында болды? Джанет: ол философия өзгеретін кезеңдерге келгенді ұнатады. Осы маңызды өзгерістер ғаламшарды басқа бағытта дамытуы керек. Долорес: демек, оның қарапайым өмір сүруіне ешқандай себеп болмады. Сіздің де айтқыңыз келгені осы ма? Джанет: иә. Долорес: маңызды бірдеңе болған кезде ғана ма? Сонда ол қашан келетінін өзі таңдай ма? Джанет: иә, оның келгісі келген кезеңдері болды, бірақ ол кезде келетін уақыты келмеді. Долорес: оған келу, келмеу керегін біреу айта ма? Джанет: иә, айтатындар көп, топтар бар. Ол өте ерікті. Долорес: труппа физикалық тіршілік иелерінен тұра ма? Джанет: ол федерацияда жұмыс істейді. Сана оның қызмет саласы. Долорес: федерация деген не? Джанет: көптеген әлемдер, жаңа өмір, жаңа әлемдер құру. Долорес: олар осымен айланысты ма? Иә. Анда-санда қажет кезде жерге келіп тұрды ма? Қалған уақытта ол қайда тұрды? Джанет: иә, жасап шығаратын жаңа орындар іздейді. Долорес: демек ол денеде болмаған кезде сізбен бірге жұмыс істей ме? Джанет: сіздің ойыңыз шектеулі. Долорес: сондықтан біз білуге тырысамыз. Джанет: бәрібір сәтте болады. Бір уақытта көп жерде болуға және көп іспен айналысуға болады. Ол барлық жерде жүре алады. Иә, ол мұнда емес, бірақ барлық жерде болады. Ол сіздің сызықтық кеңістігіңізден тыс жерде тұрады. Долорес: мен басқалардан көптеген идеялар аламын, бірақ адамның санасы мұны әлі де түсінбейді. Демек, ол тапсырманы орындайды, әрі сол кезде осында да жүреді. Сіздің айтқыңыз келгені осы ма? Джанет: иә, ол экранға қарап, жерден не істеп жүргенін көреді. Долорес: ол жердегі өмірін көре ала ма? Ол өзіне қараған кезде не ойлайды? Джанет: иә, оған осы ұнайды. Долорес: жаратылыс деген сөз сәйкес келе ме, жоқ па білмеймін. Сол жерде жүргенде ол қандай жаратылыс болды? Джанет: ол кішкентай әйел ретінде, адам кейпінде болды. Басқа да кейіпке енеді. Сіз ойлағаннан да көп кейіпке енеді. Адам санасы елестете алатыннан әлде қайда көп. Долорес: бірақ біз адамдар мұның бәрін түсінбейміз. Джанет: ол кейде түсінеді. Сирек болса да байланысады, бірақ үнемі байланыса алмайды. Долорес: әдетте біз өзіміздің басқа бөліктеріміз туралы білмейміз. Джанет: иә, сіз өзіңіздің кім екеніңізді білмейсіз, бірақ уақыт өте келе өзіңіздің басқа меніңіз туралы біле бастайсыз. Шын мәнінде кім болсаңыз, сол меніңізбен байланыса бастайсыз. Долорес: бірақ бұл адам үшін тым түсініксіз бе? Джанет:
Адам үшін түсініксіз, бірақ сіз өз меніңізбен тұтас біргесіз. Балалық шағыңызды, жастық шағыңызды, басқа өміріңізді, өмірден алған тәжірибелеріңізді, мүмкіндіктеріңізді бәрін білесіз. Долорес, бірақ менің ойымша адам үшін өзінің басқа бөліктері туралы білу өте қиын. Дженнет, ол үшін солай екені рас. Сол үшін ол жолынан адасып жүреді. Ол көп өлшемді деңгейде әрекет етеді. Өзінің басқа менін біледі, бірақ оны түсінбейді. Есінде ештеңе қалмаған. Өйткені мұның бәрін ол әртүрлі деңгейде істейді. Ол бір уақытта өмірінің әртүрлі деңгейіне байланысты әртүрлі жерде тұрады. Долорес, осының бәрі болған кезде онда қандай да бір физикалық сезім бола ма? Дженнет, кейде болады. Долорес, оларды анықтай алатын қандай сезім екенін айта аласыз ба? Дженнет, 1 минут. Қазір сізге түсіндіреміз. Сіз бір адамдардың белгілі бір уақыт аралығында не болғанын есіне түсіре алмай қалатынын білесіз. Олардың жадына жазып алғандары жоқ болып кетеді. Белгілі бір уақыт аралығындағы болған оқиға туралы бар білетіні өшіп қалады. Сізге бұл таныс. Долорес, қысқа мерзімді жадын айтып тұрсыз ба? Бұндай кезде не болады? Дженнет, басқа өлшемдерде және басқа деңгейлерде жұмыс істейді. Бұндай кезде көп нәрсені есте сақтау мүмкін емес. Ұсақ нәрселерді тепе-теңдік сезімі қажет. Қорғаушылар кітабында да адам бір нәрсе алайын деп бөлмеге кіреді, бірақ не үшін кіргенін ұмытып қалатыны туралы айтылады. Кейде бірнеше минуттан соң не алайын деп келгені есіне түсіп, адам соны алайын деп едім ғой деп айқайлап жібереді. Олар мұндай жағдайда адам басқа өлшемге барып келеді деп айтады. Әрі бұл өте тез болады екен. Долорес, сол кеште оның кемеге барған кезінде қайта оралсақ, ол неге кемеге барды? Дженнет, оның есіне түсетін уақыты келді. Сол күні ол бірінші рет күйеуінен кетіп қалып, батыл қадамға барды. Оған тәуелді болудан құтылды, одан кетуден қорқатын. Бұл оның тағы бір нәрсе бар екенін есіне түсіретін қолайлы уақыты болды. Біз сол күні кешке кездесу ұйымдастырдық. Бәрі осылай басталып кетті. Долорес, ол үшін басталды, балалар үшін емес. Дженнет, балалардың да өмірде көрген білгендері бар. Әсіресе ұлының. Қызы аздап қорықты, бірақ ол ойлағандай емес, әлде қайда мықты. Бұл Дженнет үшін бастама еді. Ол өмірдің соңына жеттім деп ойлады, бірақ олай емес. Кейде біз оның орнына жұмыс істеуге мәжбүр болдық, өйткені ол тез шаршап қалатын еді. Бар мәселе оның жерде аз өмір сүргенде болды. Долорес, кей кезде оны емдеу үшін ұрлап кетіп отырдық деп айттыңыз ба? Дженнет, физикалық және эмоционалды түрде емдедік. Долорес, бұлай істеуге бірдеңе себеп болды ма? Дженнет, адам денесінде өмір сүргенде үнемі бір жақты болды. Долорес, тіпті бала күнінде ме? Дженнет, бала күнінде бұл оны қатты шаршатты. Жалғыздықпен қатыгездіктен шаршады. Физикалық тұрғыда жұмыс істеу үшін қажетті тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін емдеу керек болды. Долорес, Дженнет өзге ғаламшарлықтармен байланыста болдым деп ойлайды. Содан кейін мен біздің өзге ғаламшарлықтар туралы түсінігіміздің тым шектеулі екенін байқадым. Ол жұмысымен айналысқанда кіммен байланысты болғанын түсіндіріп бере аласыз ба? Дженнет, ол әртүрлі деңгейде әртүрлі нәсілмен жұмыс істеді. Олардың бәрі бірге жұмыс істейді. Олардың кейбірі тек жарық сәулесін білдіреді. Кейбірінің бір немесе басқа түрдегі физикалық денесі болады. Басқалары да бар. Олардың кейбірі жай ғана ақпарат, кейбірі тек жарық, ал кейбірі бәрінің орнына жүрді. Долорес, мен бәрімен де сөйлестім. Дженнет, міне, көрдің бе? Долорес, менің ойымша адамдар көп өлшемді елестетіп дағдыланбаған. Біз өзге ғаламшарлықтарды, ғарыш кемелерін және әртүрлі физикалық заттарды елестетеміз. Дженнет, көп өлшемді дегеніміз не? Көп өлшемді тіршілік иесі бұл өзінің барлық өмірін, өткенін, бүгінін және болашағын бір уақытта білетін болмыс. Бір болмыс бір уақытта көптеген тіршілік иесі бола алады. Бәріңде сондайсыңдар. Сіз өзіңіздің көп өлшемді екеніңізді білмейсіз. Сіз тек өзіңізді ғана білесіз. Долорес,
Егер біз бәрін түсінсек, керемет болар еді. Дженнет: қазір болашақта сіз осылай істейсіз. Біз тіршілік иесі көп нәрсе болуы мүмкін. Егер сіз мұны елестете алсаңыз, мен сізге айтып беремін. Сіздің көптеген өміріңіз болуы мүмкін. Олардың әрқайсысы сіздің қазіргі меніңізбен өзара әрекеттеседі. Солай емес пе? Долорес: бірақ біз бұл өмірдің бәрін білмейміз. Дженнет: әзірге білмейміз. Долорес: сеанстар кезінде осы күйде жүрген адамдар саны көп болды. Әрі олар маған өткен өмір енді маңызды емес деп айтты. Олардың кім болғанын еске түсіру енді маңызды емес. Дженнет: басқа өмірдің әсері қазір онша маңызды емес. Ол барған сайын маңызды емес болып барады. Олар өздерінің ғарыштағы отбасының бір бөлігі екенін біледі. Долорес: олар ұйқыдан оянады дегенде не айтқыңыз келді? Дженнет: бөліну иллюзиясынан оянады. Сіздің ғаламшарларыңыздағы биологиялық денеде өмір сүру иллюзиясынан оянады. Бұның әсері соншалықты күшті емес. Сіздің ДНК-ңыз бен РНК-ңыз ашылады. Долорес: біз өткен өмір қазіргі өмірге әсер етеді деп үйреніп қалғанбыз. Дженнет: сызықтық жүйеде бұл осылай болғанмен сіз енді сызықтық жүйеде жұмыс істемейсіз. Сіз басқа өлшемге көшіп жатырсыз, және бұл сызықтық жүйенің әсері бұдан былай күшті болмайды дегенді білдіреді. Долорес: маған әлі де осы деңгейде жұмыс істеуге тура келетін пациенттер келеді. Дженнет: егер олар әлі де сызықтық жүйеде жұмыс істесе, сіз олармен осы деңгейде жұмыс істеуіңіз керек. Олар әлі ауысқан жоқ. Бұл қалыпты жағдай. Долорес: әрқайсысы өзі болу керек деңгейде. Дженнет: дұрыс, бәріне бір уақытта бір жерде болудың қажеті жоқ, бірақ әртүрлілік туралы не деуге болады? Бұл қызық болмыс еді. Долорес: сондықтан әрқайсысымен тиісті деңгейде жұмыс істеуім керек. Дженнет: дұрыс. Долорес: маған қазір карманың басқаша болып кеткенін айтты, солай ма? Дженнет: өте дұрыс. Осы кезеңдегі карма таңдауға байланысты. Бір қадам алға, бір қадам артқа. Әлі де болса, карма бағытында қадам жасауды жөн көретіндер бар. Долорес: карманың батпағына бату үшін бе? Дженнет: ғаламшарыңа көз жүгіртші. Долорес: маған айтқаны да осы еді. Бұл шыбын аулайтын жабысқақ қағаз сияқты. Дженнет: өте дұрыс. Егер олар осыны таңдаса, малтығып қалады. Долорес: 1996 жылы Джанет өзінің өлгенін көргеннен кейін не болды? Ол жұқпалы аурумен ауырды. Ол өзінің еденде ес-түссіз жатқанын көрді. Менің ойымша, ол денеден шығып кетті. Сол кезде не болды? Джанет: ол қайтыс болды. Долорес: аурудан қайтыс болды ма? Джанет: оның үміті үзіліп, енді өлемін деп ойлады. Ол қатты жақсы көреді. Осы қауіпті болуы мүмкін, сондықтан оны емдеді. Біздің еміміз оның саналы жадына әсер етіп, ол есін жоғалтатын болды. Долорес: сол күні ол шынымен де қайтыс болды ма? Емдегеннен кейін ол бірден денеге енді ме? Джанет: жоқ, санасы шамамен 36 айдан кейін ғана толық оралды. Долорес: егер дене өлсе, өмір сүру үшін оған қайта оралу керек деп ойладым. Джанет: оған қамқор болды. Оның өте төмен деңгейде жұмыс істейтіндей күші болды. Алайда осы кезеңнен кейін интеграция пайда болып, ол өзінің жоғары менімен бірігіп, тұтастыққа жетті. Түсінесіз бе? Бірақ ол мұны түсінбеді. Бірақ оның түсінігі тереңірек деңгейде болды. Оған әдетте адамдар көретін ақ жарықты көруге рұқсат етілмеді. Сол естеліктер естен шығып кетті. Әйтпесе, ол қайтып келмес еді. Мен шешек ауруынан аман қалған, бірақ сол кезде не болған мүлдем білмейтін немесе еміс-еміс ғана білетін талай адамды кездестірдім. Олардың айтуынша, рухани өмір өте әдемі, жайлы, тып-тыныш. Егер олар сол кезде не болғанын түсінбесе, мына өмірге қайта оралмас еді. Долорес: басқаша айтқанда, денеде жан немесе рух болмаса да өмір сүре бере ме? Джанет: оның жанмен байланысы болды.
соның арқасында тірі қалды. Бірақ бастан өткен неше түрлі жағдайда байланысты жанның жеткілікті күші болмады. Басынан тек физикалық емес, эмоциялық жағдайларда өтті. Басқалардан ерекшеленетін болғандықтан мұнда жүруде қиын болды. Жанына қатты сызат түсті. Сол 36 ай ішінде оның жанымен байланысқа негізделген иннервация процесі болды. Осы уақыт ішінде ол бұрынғы адам сияқты жұмыс істей алмады. Түсінесіз бе? Мен мұны өзім түсінбесем де, оларға ең оңай жолмен түсіндіруге мүмкіндік бердім. Дженнет, тіпті соңғы 2 жыл ішінде тағы да осылай болуы үшін саналы күйде, көп өлшемді күйде болатын қарама-қайшы процесс болды. Оған интеграция жасау қиын, сондықтан жеке басы жабырқау күйде болады. Мұны кемшілік деп атайды. Тоқыраған ғалам сериясымен шыққан кітаптардың бірінде мынадай 2 жағдай суреттеледі. Адам қайтыс болғаннан кейін жанның негізгі бөлігі ұзақ уақыт денеден шығып кетеді. 2 жағдайда да жанның толық қалпына келуі және дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін айтарлықтай ұзақ уақыт керек болды. Адамдар түсінде өмір сүргенде немесе ояу жүрсе де түс көріп жүргендей сезімде болғандарын айтты. Оларға физикалық ортамен қарым-қатынас жасау қиын. Айналадағы адамдар да бұл өзгерістерді байқады. Дженнет, біз сізге бір жайтты айтып берейік. Сіздердің араларыңызда ұйқы күйінде жүріп, бір-бірімен кездесетіндер, әрі осы ғаламшарда жүріп, сіз елестеткеннен де тығыз байланысатындар бар. Сіздің араларыңызда белгілі бір ақпаратқа форма беретіндер де бар. Сіздердің араларыңызда шындықты жасырмай немесе бұрмаламай жеткізетіндер де бар, деп айта аламыз. Сондықтан осы түрге жататындар осы табиғатқа тән адамдар бір-бірін сіз ойлағаннан да жақсы біледі. Қоштасу хаты. Біз оған өзің істеп жүрген іске сене біл деп айтқымыз келеді. Адал күйінде тек алға ұмтылу керек. Ол өзіне қажет нәрсені шын қажет болған кезде алады. Сізге де осыны айтқымыз келеді. Осы ғаламшарда өлшемдер арасындағы көпір рөлін атқаратындарды өте жақсы көреміз. Бұл басқаларды жақсы көрмейміз дегенді білдірмейді. Біз сізге керемет жұмыс істеп жүргеніңізді айтқымыз келеді. Сізді көбі жақсы көреді және құрметтейді. Ойыңызды таза ұстаңыз, сонда жолыңыз болады. Тағы бір жағдай. Мен өзге ғаламшарлықтарға қатысты тағы бір оқиғамен айналыстым. Онда бір әйел жарқыраған жарықты көріп, оның не екенін білгісі келді. Ол мұхитты ұнатады. Гавайиде тұрған кезінде дельфиндермен бірге жүзетін болған. Ол қазір Калифорнияда суға жақын жерде тұрады. Олар өзге ғаламшарлықтардың өзімен байланыста жүретінін айтқанда, бұл ештеңе түсінбеді. Олар оған дельфин түрінде келеді. Дельфиндермен бірге жүзгенде, дельфиндер оған білдіртпей көп нәрсе істейді. Сондай нәрселердің бірі белгілі бір мақсатпен денесіне салған имплантты алып тастаған кезі. Тапсырмасын толық орындағанда олар бір амалын тауып имплантты алып тастайды. Олар дельфин болып келіп оған ақпарат береді. Себебі оның дельфиндік энергиясы бар. Дельфиндермен бірге жүргенді ұнатты. Ол да дельфиндік жандар секілді су ғаламшарынан келген. Ол мұны еске алғанды жақсы көрді. Сондықтан өзге ғаламшарлықтар оған дельфин түрінде келді. Дельфинді жақсы көргендіктен олардан қорықпай өзіне жақын қабылдады. Сөйтіп, дельфиндер онымен жұмыс істеді. Бәрі әрқашан біз ойлағандай бола бермейді.